Jamal and Ganja. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Экран алдына жайғасып отырыңыздар. Не әңгіме подкастының кезекті шығарылымы. Бүгінгі тақырыбымыз сөз өнеріндегі өлкетану, яғни туған жердің тарихы, табиғаты, болмысы поэзияда қалай көрініс табады деген сұрақ төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Біздің бүгінгі қонағымыз ауданымыздың ақыны, бірнеше мүшәйралардың жеңімпазы, тіл жанашыры Шынасуұлы Қобыланды мырза. Қобыланды мырза, жалпы өзіңізді біздің оқырмандарымызға таныстырып кетсеңіз. Мен енді есімім Қобыланды Шынасуұлы болады. Осы Алматы облысы Талдықорған жағында 11 жылдық мектепті оқып бітірдім. Сол жақта енді осы Ильяс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университетті бітірдім. Қазақ тілі әдебиет және педагог бакалавр алдым. Енді біз осы шығармашылық бойынша алғашқы менің осы ұстазым әкем деп айта аламын. Себебі осы 91, 92, 93 жылдар болу керек. Әкем сол Екпінді деген ауылда поэзия классын ашқан. Ол кісінің поэзия классын ашты, өзінің шәкірттері бар, қазір өзінің шәкірттері сол белгілі бір журналистика саласында болсын, қай салада болсын қызметтерін істеп жатыр. Енді мен сол 5-ші сынып болу керек біз жаңағы. Ол кезде шығарма жазамыз ғой, қазір енді оқушыларда шығарма жоқ, біз жаңағы шығарма жазамыз, мына аналар мерекесіне байланысты. Сол кезде аналар мерекесіне байланысты бір 4-8 жол өлең жазып, сол өлеңде әкем оқып, әй сенің балам, сенен бірдеңе бар екен, бірақ енді сөз өнері деген бұл енді өте ауыр дүние. Бұны қабылдауда, бұдан жаңағы айырылып қалуда өте қиын нәрсе. Мен саған енді бұның соңына дейін жүр деп айтпаймын, бірақ жаңағы талантың болып жатса, сені жетелеуге болады деп мені өзінің жаңағы поэзия классына жазып, сол поэзия классынан жаңағы сайыстарға барып тұрдық. Сол алғашқы біздің енді сайысымыз әкем екеуміз, енді ұстаз деп айтсам болады. Ұстаз екеуміз 1998 жыл алғашқы мүшәйра болды, осы Мұқағали Мақатаевтың ауданында болды, ауданалы. Сол мүшәйраға бара жатқан кезде бізде енді бұл бір қызық нәрсе ғой. Есте қалады. Маған таксимен бара жаттық. Әкем тұрып айтты: "Балам, мына сумка сенің қолыңда болсын. Мынаның ішінде сенің жаңағы өлеңдерің барлығы осының ішінде, ұмытып кетпе" деп. Содан сол сайыс болатын жерге келдік. Әкем де түсті. Мен машинаның артына қойып қойғанмын. Содан машинадан мен де түсіп кеткенмін ғой әкеммен бірге. Енді жарысқа келдік, жарыс өтіп жатырған жерде болып жатыр. Менің жарысқа кіретін уақытым таяп қалды. Сосын әкем тұрып, ұстазым тұрып: "Сумка қайда?" деді. "Білмеймін, ол сумка сізде емес пе?" "Жоқ, менде жоқ." "Мә" дедім. "Ол машинада кетіп қалыпты" деді. Содан маған тұрып: "Сен отыр енді, қазір мен қалай болса да оны тауып алып келуім керек, әйтпесе сен мына жарысқа кіре алмай қаласың, қатыса алмай қаласың." Сөйтіп қайдан тапқанымды білмеймін, әйтеуір бір жарты сағат па, 1 сағат болу керек деп уақытында алып келдім. Сөйтіп сол жерден осы Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығына, Мұқағали Мақатаевқа арналған жаңағы Фариза Оңғарсынова арналған өлеңдерді оқып, сол жерден бас жүлде алдым. Сол жерден бас жүлде алып, облысқа жолдама алдым. Ол кезде мен сол 98 дегенде 6-шы сынып, 7-ші сынып оқушысымын. Алғашқы жол солай басталды. Сөйтіп біз облысқа барып, облыстан кейін жаңағы Фариза Оңғарсынованың 60 жылдық үлкен мерейтойы болды. Ол жаңа неде болды. Мұқағалидың туған жері Қарасазда болды. Сол Қарасаздың өзінде біз 2 апта көлемінде болдық. Балалар көп болды. Ол кезде енді жалпы шығармашылыққа бала көп болды ғой, жалпы шығармашылық, жаңағы өлең оқу, ән оқу, өнер, сөз өнеріне. Сол жерден біз енді облыс, республика бойынша сол 3-ші орын алдық. Сол 3-ші орын алып, сол жерден жаңағы мен облыстық лауреат алдым. Алғашқы жаңағы баспалдақ осылай басталды. Осылай сөз өнеріне кірдік, араласып кеттік. Керемет.
Жаңа ғана өзіңіздің енді поэзияға қалай келгеніңіз туралы айта өттіңіз. Жалпы негізі өзіңіздің әкеңіздің өзіңіздің алғашқы ұстазыңыз болған өте керемет екен. Жалпы енді жаңағы ең алғашқы осы өлеңім ана жайлы дедіңіз. Жалпы ол өлеңнің қалай пайда болғаны сіздің есіңізде ме? Жалпы енді сол өлең жолдарын алғашқы өзіңіздің өлеңіңізді жазған кездегі әсеріңіз қазіргі таңда өзіңіздің есіңізде бар ма? Енді ол кезде шығармаға адам қиялдайды ғой. Жаңағы ұшақ болғың келеді, ұшақ болмаса басқа нәрселер болады. Бірақ енді ананың орны бөлек болды ғой, әрине. Ананың орны бөлек. Сол кезде біз өзіміз көп балалы, отбасында көп балалы болдық. Енді барлығымызды жаңағы тамағымызды дайындап, оның сыртында жұмысына үлгеріп, оның сыртында мысалы 10 баланы асырап бағу оңай емес қой. Сондықтан әлбетте бірінші кезекте жаңағы қандай тақырып дегенде сол кезде ана тақырыбы. Маған қазір де бірінші қай тақырыпты таңдайсың десе, бәрібір сол ананы алатын еді. Енді мына дәптерім бар, осыда жаңағы өлең бар, осыдан оқып берсем болады егер рұқсат берсеңіз. Өйткені ол енді осыдан 22 жыл, 23 жылдай болып қойды ғой. Енді ол қазір мен есіме түсіріп айта алмаймын, бірақ мында бар, міне 96 жылы мен белгілеп жазып қойыппын. 96 жылы. Анашым-ау, ақ сүтіңді ақтаймын, атыңызды жүрегімде сақтаймын. Қартайғанда сүйенішің болам деп, мен мақтасам, ата-ананы мақтаймын. Аналарым ақ жүрегі баршаның, ұрпақтарың, бөбектерің қанша мың, адамзаттың ақ тілеуін тілеумен, о аналар адам үшін шаршадым. Өте керемет өлең жолдары екен. Алғашқы өлең жолдарыңыз да керемет, нәзік жандылар. Соның ішінде бізді 9 ай құрсағында көтеріп, бізге жаңа өмір сыйлаған аналарымызға арналғаны өте керемет екен. Енді жаңағында енді жалпы шығармашылықта әртүрлі тақырыптар болады дедік қой. Жалпы сіздің шығармашылығыңызда туған жер тақырыбы қандай орын алады? Енді туған жер мен ана екеуінің айырмашылығы жоқ. Біз ананың қолында, құрсағында жаңағы өссек, енді ары қарай біздің жаңағы тіршілігіміз, тірлігіміз, келер баламыз, ұрпағымыз бұл туған жердің топырағында өседі ғой. Туған жердің топырағына алынады. Туған жердің жаңағы не істеймін десе, емін еркін жаңағы тек қана заңның шеңберінен аспай, өз емін еркін туған жерде жүру бұл өте үлкен бақыт қой. Сондықтан енді мен айтам, ол барлық жаңағы осы сөз өнерінде жүрген азаматтардың жаңағы бірінші тақырыбы осы екі аттас болып келеді. Туған жерде, анадай. Өйткені біз екеуін де бауырайында өсеміз. Туған жердің де барлығында. Жаңағы Абайдың өлеңі бар ғой. Желсіз түнде жарық-ай, сәулесі оның дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Қандай мақтанышпен айтып отыр. Ой жері жаңағы сайдың барлығы, мысалы дүрілдеген өзендігі туған жер болғаннан кейін ол енді айтам, болған енді жырлана береді ол. Мәңгілік жырланатын нәрсе. Өйткені біз енді осы жерде өскендіктен туған жерімізді ары қарай дәріптей береміз. Туған жеріміз үшін енді ага жан бер десе береміз ғой. Өйткені бұл бізге мәңгілік нәрсе. Сөздің құдіретінің тіпті мысалға адамды жылатып жіберетіндей, адамды қуантып, адамға бір сенім беретіндей құдіреттілігінің өте ерекше екенін осы тұста айта кетуіміз керек. Жалпы өзіңіз ерекше бір жақсы көретін бір туындыңыз бар ма? Жақсы көретін дейсіз ба? Бізге ол туынды жақсы көрем деп айта алмаймын, өйткені кейде жазамыз, кейде ол ұнамай жатады. Ол мынау менің жақсы көретін туындым еді, мынау менің жақсы нәрсем еді деп айта алмаймыз да. Біз жаңағы басқа бір адам айтып жатады ғой, әй осы бір нәрсең жақсы болуы мүмкін, осы жақсырақ екен деген сияқты нәрселерді естігенде, өйткені біз өзіміз оны бағалай алмаймыз шыны керек. Өйткені өлең деген нәрсе
адам ойланып тумайды ғой, ойда жоқта келеді да. Кейде мысалы көшеде кетіп бара жатып бір нәрсеге қарайсың, біз енді табиғатпен байланысты болғаннан кейін жалпы адам ол кішкентай нәрседен ғибрат алу керек та. Бір болмаса жердің бетіндегі шаң тозаңның өзі көтерілсе, соның өзінен өлең тууы мүмкін да. O da tozаң көтеріліп жатыр. Неге? Өйткені жаңағы жер өзінің бір шаңынан жаңағы сілкініп жатыр. Сол сияқты оны да адаммен байланыстырасыз да, мысалы. Адамның үстінде тұрған шаңы сілкінсе, жаңағы ол адам да жаңа тазарып жатыр деген сияқты. Сондықтан мен енді дәл мынау деп айта алмаймын. Өлең жазып жүрген нәрсе негізі тез ұмытылады, өйткені ұмытылған жақсы. Баста, өйткені адам басы жаңағы таза болады, бос болады деген нәрсе ғой. Өйткені бір өлеңді жаттап, оның барлығы ұмытылмаса, ана телефондағы сияқты ғой, память болып кетсе, симайды. Сондай нәрсе. Енді жаңағы біздің осы Жастар Лайф ел жастар кітабына өзіңіз де ендіңіз, осы біздің кітабымызға біздің осы туған жеріміз Аққулыға арналған керемет бір өлең жолдарыңызды да енгіздік. Жалпы ендеше өзіміздің кіші отанымыз, өзіміздің тұрып жатқан, еңбек етіп, адал еңбекпен нанымызды тауып жүрген туған жеріміз Аққулыға байланысты сіздің өлең жолдарыңызды, соны тыңдайық. Жақсы. Аққулы мекен. Алла мейірімін қиып, өнімін берген жиып, ертістің жағасында ежелден болған қиық. Қиықта көл болған, ертіспен суы толған, Ақсор көл атанып, аққу ұшып, қаз қонған. Ну орман ертістің жағасы, адам кіре алмас арасы, әртүрлі аңдар мекен еткен, ғажайып еді бұл даласы. Жүрген жерде даласына мал бағып, бүлдірген доланаға тойып алып, ән салып, аққу қиқулатып, қиық деп атын тауып қойған халық. Бұл халық расында болған қазақ, өзгеден қорғайтын болған жасақ, тыныштығын бұзып кетпесін деп қорған салған екен қолдан жасап. Атын қойып бұрмалап, жүрегім менің тұржылап, елдігімнен айырылып, уақытта өткен тым ұзақ. Қатыгездік ұялап жүректерге, ауырмады қолдары күйреткенде. Тыныштығы бір күнде талқандалып ұшып кетті, аққу да үйректерде. Биліктің ауысып тәжі, аталған бұл жері лебяжы, келімсек келіп тонаған бақытсыз жас пен кәрісі. Су қоймалар лебяжіге тізілді, су тартылып, армандары үзілді, Қазақ станциясы құрылып, қорғаны да бекінісі бұзылды. Пароход келіп, жағаға ақ ұрды, бәрі де қуанып оған бас ұрды. Қиық ұмыт қалып елесінен, келімсектер жер есімін жасырды. Тың игеру жоспары басталды, мұжықтарды бұл ел қарсы алды, тастанды баладай жемдім сіреп, жер байлығы тоналып бос қалды. Алла мейірімі сарқылмас, тонағанмен ол жарылмас, өткеннен сабақ алмаса, құлдықтан ойың арылмас. Күшіміз біздің бірлікте, ісіміз біздің тірлікте, жас жүректі талқандап, жеткізген Алла бұл күнде. Тәуелсіз елдің даласы, гүлденген қазақ қаласы, ел жерін қорғаған қазағымның баласы. Өзгеріп елдің санасы, нұрланып жердің арасы, жоғалғаны табылып, қуанып тұр қарашы. Атанып мекен Аққулы, қажап мекен Аққулы, жанданып қайта тіршілік, оралды қайта Аққулы. Жаңарып жердің есімі, түзеліп елдің бесігі, есімі қайта оралып, ашылды қайта есігі. Аққулының қабыл болсын тілегі, қоныс еткендерге жылы жүрегі, ғалым дана пана болған жастары, елмен жердің қамқоршысы тірегі. Аққулы алтын орда мекенім, өзіңді аңсап мен келдім, туыңды құлатпай тік ұстап, өзіңе адал еңбек етемін. Жаныма серік болған мекен, атын қиық ғажайып мекен, көлге қонып қиқулаған аңыздағы аққулар екен. Ақылы асқан ғалымның мекені, болашаққа адал еңбек етеді, ұрпақтан ұрпақ жалғасып, өзіңді мәңгі мекен етеді. Өте керемет өлең жолдары. Құрметті тыңдармандар,
Бүгін біз сөз өнері арқылы туған жердің рухын сезіндік. Кітапханамыздың қонағы ақын Шынасылұлы Қобыланды мырзаға алғысымызды білдіреміз. Осымен не әңгіме подкастының бүгінгі шығарылымы өз мәресіне жетті. Қобыланды мырза, сізге де алғысымызды білдіреміз. Жалпы алдағы уақытта қолыңызға қалам мен қағазды алып, тағы да бір керемет өзіңіздің туындыларыңызбен бізді қуантасыз деген ойдамыз. Ал құрметті көрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Шығарылымымыз ұнаса, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Jama.